Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Бүгін сіздермен бірге болатын мен Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Қарасай аудандық филиалының оқытушысы Фатима Төлегенқызы Сағымбекова. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы: сіз немен әуестенесіз? Грамматикалық тақырып: нақ осы шақ күрделі түрі. Жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Әуесқой, әуесқойлық, әуестену, әуестік, жинастыру, қызыға жинау, ойын дискі, топтама, бейнелеу, жинақ, өсімдік. Жаңа сөздерді дәптерлеріңізге жазып, жаттап алыңыздар. Келесі оқылым тапсырмасы: бірге дауыстап оқиық. Әркімнің өзіндік ерекше қабілеті, қайталанбас өзіне тән қызығушылығы бар. Өз әуесқойлығы болған марка, бөтелкелер немесе монета жинаушылар керек десеңіз, әртүрлі сүйек жинаушылар да табылады. Мен де сол көп қатарлы топтама жинаймын. Менің әуесқойлығым әлем банкноттары. Қазірдің өзінде жиған тергенім біраз дүние болып қалды. Ең көне қағаз ақшам 1961 жылы шығарылған болса, ең ерекшесі 1988 жылы Польшада шығарылған қағаз ақша. Қағаз ақшалар туралы мағлұматтар да өте қызықты. Мүмкін оқып шығып, сіз де оған деген махаббатыңыз артып, ерекше ақша үлгілерін топтауға ниет етерсіз. Ал енді қызық дүниелеріммен бөлісейін. Әлемде халықаралық валюта қорында тек 4 түрлі валюта: ақш доллары, еуро, иена, юань ғана қолданылады. Жер бетіндегі ең көне ақша ол британдық фунт стерлинг. Осындай атаумен сонау 1066 жылдары күміс монеталар шығарыла бастаған. Ең жас валюта еуро. Еуро айналымға 2002 жылы енгізілген. Тек топтамашылар жинайтын валюталарда шығарылады. Бұлар көбіне жеке мемлекет ретінде мойындалмаған елдердің ақшалары. Олардың қатарында скудо, драм секілді ақшалар бар. Көптеген елдерде ұлттық валюта суретін қолдануға шек қойылған. Олар авторлық құқықпен қорғалады. Мәселен, Ұлыбритания валютасының суреттерін ақша белгісінің шығарылғанына 50 жыл толғанда ғана қолдануға болады. Оқылым тапсырмасы бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Мәтіндегі кейіпкер қандай коллекция жинайды? Әлемде халықаралық валюта қорында қанша түрлі валюта қолданылады? Британдық фунт стерлинг атауымен қай жылдары күміс монеталар шығарыла бастаған? Еуро қай жылы айналымға енгізілген? Тек коллекционерлер жинайтын валютаны атаңыз.
Тексеріңіз. Мәтіндегі кейіпкер әлем банкноттарын жинайды. Әлемде халықаралық валюта қорында тек 4 түрлі валюта қолданылады. Британдық фунт стерлинг атауымен 1066 жылдары күміс монеталар шығарыла бастаған. Еуро 2002 жылы айналымға енгізілген. Скудо, драм тек коллекционерлер жинайтын валюта. Грамматикалық тақырып. Нақ осы шақ күрделі түрі. Нақ осы шақ қимылдың дәл сөйлеп тұрған кезге сәйкес келуін көрсетеді. Мысалы, мен қазір кітап оқып отырмын. Сіз тап қазір не істеп жатырсыз? Нақ осы шақ жай және күрделі деп бөлінеді. Жасалуы. Ып, эп, п, а, е. Грамматикалық тақырып бойынша тапсырма орындаңыз. Сұрақтарға жауап беріңіз. Кім не істеп жатыр? Тексеріңіз. Сәкен автобустан түсіп жатыр. Ғалымжан үйленіп жатыр. Талғат теледидар көріп отыр. Айнұр өлең айтып тұр. Ирина нан сатып алып жатыр. Арман телефонмен сөйлесіп жүр. Келесі тапсырма. Берілген сөздерді пайдаланып, сөйлемді аяқтаңыз. Тексеріңіз. Ол маған қарап тұр. Мен төс белгілерді спорт тақырыбы бойынша жинастырып жүрмін. Қала қонағы не істеп жүр? Желтоқсан көшесінде зәулім ғимарат салынып жатыр. Гүлзарда қызыл, сары гүлдер өсіп тұр. Біз тауға шығып бара жатырмыз. Мен қазір әнелге телефон соғып жатырмын. Сен қазір не сұрап тұрсың? Келесі тапсырма. Берілген сөздермен сөйлем құраңыз. Тексеріңіз. Мен ойын дискілерін жинастырып жүрмін. Сен спортпен айналысып жүрсің бе? Ол өсімдік әлемі тақырыбы бойынша маркаларды жинап жүр. Сіз қазір не істеп жатырсыз?
Құрметті тыңдаушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Үй тапсырмасы: суреттегі адамдардың әуестігі туралы әңгімелеңіз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.